Hello everyone, welcome to my channel. Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Mommy's birthday, анашымның туған күні. A story from Sri Lanka. Sri Lankaдан алынған оқиға дейді. Бүгін сіздерге осы тақырыпты түсіндіретін боламын. Ендеше бірінші жаттығуымызда exercise number 1, listen and write. Тыңдаңыз және оқыңыз. What's the best present for Nanda? Mommy's. Нанданың анасы үшін ең жақсы сыйлық не дейді? Бірінші суретке қараймыз, балалар. It is Mommy's birthday tomorrow. Ертең анашымның туған күні. What can I give her? Оған не беремін дейді. Мен оған не сыйлаймын дейді. Екінші суретке қарайық. A doll or a kite? Қоршақ немесе патпырауық дейді. No дейді, жоқ. Үшінші суретке қарайық. My school bag. Менің мектепке ұстайтын сумкам дейді. No. Maybe an apple. Мүмкін алма ма дейді. Maybe a ball. Мүмкін доппа дейді. No. No. Oh no, I haven't got a present for Mommy. Анашым үшін мен сыйлық дайындамадым дейді. Немесе менде анашыма беретін сыйлығым жоқ. Happy birthday, Mommy. Туған күніңмен, анашым. Thank you, Nanda. Рахмет, Nanda. Жетінші суретке қараймыз. Why are you sad, Nanda? Nanda, сен неге көңілсізсің? I haven't got a present for you, Mommy. Анашым, саған беретін сыйлығым жоқ дейді. Сегізінші суретте You are my present. I love you дейді. Сен мен үшін сыйлықсың дейді. Мен сені жақсы көрем дейді. I love you too дейді. Мен де сені жақсы көрем, Mommy, анашым дейді. Яғни бірінші суретте, бірінші тода бізге сұрады, иә? Нанданың анасы үшін ең жақсы сыйлық не деп сұрады. Сіздер жауап бересіздер. Нанданың анасы үшін ең жақсы сыйлық ол Нанданың өзі, е? Мына жерде You are my present. I love you дейді. Сен менің сыйлығымсың деген сұраққа жауап бересіздер. Енді төменде Love is the best present of all дейді. Махаббат немесе сүйіспеншілік ол ең жақсы сыйлық. Do you like the story? Сізге осы оқиға ұнады ма дейді. Draw a face дейді. Яғни мына жерде смайликті көріп тұрсыздар ғой. Осыған смайлик салыңыздар дейді. Егер ұнаса күлген смайлик саласыздар, егер ұнамаса ұнамаған смайлик саласыздар. Бүгінге сабағым аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.